менің жұбайым. Сіздің бір күндік лайнерге қонып шыққандағы эмоцияңыз, ощущениеңіз қандай пікірдесіз? Шынды айтайын ба? Шын ниетіңізбен кәдімгі плюс минус бәрін айта беріңіз. Таңертеңін айтайын ба? Соғып қалдым. В общем, осы лайнер туралы. Лайнер жақсы, керемет екен. Басында қандай ойда болдыңыз? Басында ойламадым ба? Мен сенделіп бостан болса анамна өзім отыратын бар іште. Кіресің шығасың ба? Жақсы екен мен үшін. Бассейні бар, джакузи бар. Мана ба бұған келіп джакузиға. Келдік, әлбет тәрден завтракымыз шалдық. Сосын да полдник деген бар екен бар. Солғы бәрі тамақтарды тойымды біледі. Келуге стойып екен. Келуге стойып екен. Өміріңіз қандай көзқарасқа өзгеріс бар ма екен болашақта енді? Болашақта бұйырса жанұямызбен жиналып барайын деп жатырмыз. Осыда өзіміз кетіп едік. Балаларды алып келу керек екен. Ол үшін қандай іс-әрекетке барасыз? Ол үшін инкурске салып отыр уақыты. Бүгінгі күнмен салыстырғанда осы уақытқа дейінгі өмір сүріп келген 41 жасында бір деп айтатындай дүниең бар ма? Түсінбедім. Қазір енді 41-ға келіп, шетелге шығып, қыдырып демалыс деген нәрсені қазір енді біліп жатсың да. Бірақ оған дейін егер осы нәрсенің барлығын біліп бергенде онда өзгеше болады. Сол кезде бастайтын бедің? Онда кезде бастайтын. Бірақ енді онда сенбейсің ғой онда. Мысалы мен сенген жоқ, осы дақанса келінше сенген жоқ мен. Сіз сияқты сенбеген, сенбейтін, қорқатын шығуға дейтін адамдарға қандай кеңес бересіз? Ештеңеден қорықпаңыз, міне біз де отырық қой, мысалы қазақпыз ғой енді, өтірік айтпай аламыз. Действительно, көзбен көргесін, шынайы екен.